Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Менің каналыма тіркеліп, подписать етіп, лайк басып кетулеріңізді өтінемін. Бүгінгі жасайтын тағамымыз еттен кейінгі тұратын кеспе көже. Кеспе көже қосылатын қоспамыз ең алдымен сиырдың свежий еті. Және картошка, болгар бұрышы және пияз. Ал енді бастайық. Бисмилля деп майды құямыз. Сосын пиязды саламыз. Пиязымызды қызарғанша қуырып аламыз. Сосын болгар бұрышын саламыз. Әбден қуырып, қызарғанша қуырып аламыз. Сосын етімізді, сүйегімізді саламыз. Әбден етті қуырып аламыз. Сосын аджигамызды саламыз. Әбден қуырылсын, араластырып, картошкамызды салып, оны да араластырып, қуырып аламыз. Сосын бетін бұқтырып, біраз қуырылып, сосын үстіне су құямыз. Мен 2 жау су құямын. Енді өз қалауларыңыз адам санына қарай құйдым. Бетін жауып, қайнағанын күтеміз. Енді бұл сорпа біраз қайнады, 1 сағаттай еті пісті. Енді кеспемізді саламыз. 7 минутқа қайнатамыз. Сонымен кеспеміз дайын.